Спортсүйер қауымның көз айымына айналған спорт тайм эфирде. Әрбір шығарылымдары бір-біріне ұқсамайтын ерекше бағдарлама бүгін өз көрермендерін аралас жекпе-жек спортымен таныстырмақ. Біз бүгін қаламыздағы тарихы 2012-2013 жылдардан бастау алатын ерекше спорт туралы көрсетеміз, сөйлейміз. Бірнеше шәкіртті бір ұранның астына жиған бұл спорт түрінің мақтанар тұсы өте көп. Ендеше бағдарламамызды бастап, әлемдік деңгейде ерекше назарға ие болған спорт түрі туралы баяндайық. Бұл спорт түрін біздің Жаңаөзен қаласында 2013-2012 жылдары құрылған болатын. Бастапқы өзімнің Рахат деген шәкіртім бар. Көптілеу Рахат деген, каратэден кезінде сабақ бердім. Сол жігіт бастаған болатын осы. Негізгі қалап бастаған осы кісі. Сонымен екеулеп маған хабарласып, екеуміз 2013 жылы осы аралас жекпе-жек спорттың ұйымдастырып жұмысты бастаған болатынбыз. Содан бері қарай міне қарайған шәкірттер тәрбиелеп келеміз. Қазір Аллаға шүкір бәрі жаман емес. Жетістіктеріміз де жақсы. Енді әрбір өзінің қиыншылықтары болады ғой. Әрбір істің, әрбір жұмыстың осы уақытқа дейінгі айта кететін болсақ, спорт залымыздан да сәл кедергі жақтары болды. Спорт залдарымыз сәл нашарлау болды. Жаттығатын залдарымыз нашар болды. Барлық қиындықтардан өтіп келе-келе үлкен қазір жетістікке жетіп отырмыз. Міне қазір бірде-бір айта кететін нәрсеміздің біреуі, үлкен жетістігіміздің біреуі осы жаңа залымыз бар біздің. Осы мына Аминкияқ стадионының залынан, ғимаратынан үлкен осы өзіміздің Панкратион ММА аралас жекпе-жек спорт клубының үйірмесін ашқан болатынбыз. Бұл спорт залға біздерге демеушілік көрсеткен мына Астана қаласында және Алматы қаласының өзіміздің бауырларымыз бар. Қазақстан халқына деген қайырымдылық фонд бар, және батыр боламын деген қайырымдылық фонд бар. Және оның ішінде блогерлік атымен танып жүрген Нұрдәулет деген, ННН деген атымен танып жүрген блогерлік айналысып жүрген блогерлікпен айналысып жүрген бір бауырымыз бар, Нұрдәулет. Сол жігіттің де үлесі көп. Және айта кететін болсақ, жаңа батыр боламын деген фондтың ішінде Асыл деген бар, Ернұр деген жігіт бар, Арман деген жігіттер бар. Солардың қолдауымен осындай үлкен спорт залымыз ашылып қалып жатыр. Қолдаушылар деп айтып отырғанымыз арасында біздің ата-анамыздың қолдаулары үлкен, зор үлесі көп. Өзіміздің ата-анамыздан осы залдың ашылуының кезінде қаражат жағынан болсын, материалдық жағынан болсын, осы ата-анамыз үлкен қолдау көрсетті бізге. Және тағы бір айта кететін қолдауымыздың бірі, біздің Маңғыстау облысы аралас жекпе-жек клубының басшысы бар. Нұрбек Дәулетұлы деген сол кісінің қолдауы өте зор. Және біздің өзіміздің қалалық әкімшілігімізге Жансейіт деген бауырымыз бар, әкімдікте өзіміздің қала әкіміміз. Және өзіміздің депутаттарымыз бар. Орынбасар Ануар деген, Амангелді Жақау атымен танып жүрген, және Ноғай Асқар деген сол жігіттеріміз бар. Сосын біздің Аманат партиясының төрағасы Қалымбек деген бауырымыз бар. Сол кісілерге де үлкен зор, осы үлестері зор. Алла разы болсын ол кісілерге. Аралас жекпе-жек өнер көптеген техникалардың, мектептер мен жекпе-жектің үйлесіміне ие жекпе-жек өнері. ММА бұл толық түйіспелікті қажет ететін тұрыста да, еденде де соққы техникасы мен күресті қолданатын жекпе-жек. Қазіргі таңда ММА спорттың ең жылдам дамып бара жатқан түрлерінің бірі болып табылады. Оны жекпе-жек көрсетілімдерінің көрсеткіштері, бақыттағы жарықтандыру, ММА мен байланысты тауарлар санының өсуі көрсетеді.
Енді жетістіктерге айтатын болсақ, бізде қазір жетістіктеріміз көп. Енді бірде-бір жас өспірімдерден айтатын болсақ, қазір бірде-бір айтатын жетістігіміздің біреуі Орынбастан Ануар деген шәкіртіміз бар. Жасы 16-ға биыл толады. Ол jiu-jitsuдан биыл әлем чемпионы атанды. Грэпплингтен әлем чемпионы күміс жүлдеге атанды. Және айта кетсек, бізде чемпиондарымыз көп. Сабыржан деген бар, Нигмадин Сабыржан, Юсупов Заурбек деген бар. Ғызан Саржан Санжар деген жауынгерлеріміз бар. Барлығы осы Қазақстанның чемпиондары, Қазақстанның жүлдегерлері. Жетістіктеріміз жаман емес. Бізде енді мына аралас жекпе-жек, панкратион деп жатырмыз, ММА деп жатырмыз ғой. Бұл спорт түрі енді өзінің атауы ерекшелікті көрсетіп тұр. Аралас жекпе-жек болған жерде бұл жерде барлық спорттың түрін енгізіп қойған. Ауырту әдістері, қылғындыру әдістері бар, күрес тәсілдері бар, каратэден, бокстан алынған тәсілдер бар. Сонымен біздер ММА аралас жекпе-жек атауы бар. Және бұл біздерде қазір жетістіктеріміз біздің қала бойынша немесе облыс бойынша жетістіктеріміз өте жақсы. Маңғыстау бойынша айтатын болсақ, жетістіктеріміз қазіргі деңгейде бірінші немесе екінші нөмірде кейде ілінеміз. Командалық бірінші орын, екінші орынға ілініп отырамыз. Бәрі жақсы жетістіктеріміз. 2026 жылғы 20 жазғы Азия ойындарына аралас жекпе-жек спорты ресми түрде енгізілді. Бұл туралы Азия Олимпиадалық кеңесі мәлім етті. Азия аралас жекпе-жек қауымдастығы ММА спортының Азия ойындары бағдарламасына енгізілуін былай деп түсіндірді. Осы спорт түрін қосу оның өсіп келе жатқан жаһандық ықпалын және спортты осындай деңгейге көтерген спортшылардың, ресми тұлғалардың және ұлттық қауымдастықтардың қажырлы еңбегін көрсетеді. Бапкерлік еңбек үлкен мұғалімдігінің тәрбиесі ғой, мұғалімдік жұмыс қой, айтатын болсақ. Бұл балдармен жұмыс жасау деген әртүрлі бала, әртүрлі мінез, әртүрлі қабілеті бар. Жұмыс жасау оңай емес әрине. Әр баламен жұмыс жасау, жеке жұмыс жасау, әртүрлі мінез дегендей, ол қиындықтар, әртүрлі қиындығымен жұмыс жасап келеміз. Қазіргі өзіміз өсіп келе жатқан, өрескен батырларымыз, жастарымызға еңбек етсе, ерінбесе, әрине үлкен жетістікке жетеді деген үміттеміз. Балдарымыздың жетістіктері жақсы, ұмтылыстары да, қабілеттері жақсы. Енді де үйде ата-аналар біраз балаға деген қолдау көрсетсе, жанашырлық көрсетсе, ата-анасына мотивация беретін болса, жігерлейміз, бала үлкен жетістікке жетеді деп ойлаймыз. Панкратион, яғни аралас жекпе-жек спортына арнаған шығарылым өз мәресіне жетті. Елдің спорты дәл бүгінгідей биікте қалыптасын. Осымен спорт тайымның бұл саны тамам. Жеңісті күндерде жолыққанша.